Баршаңызға сәлем. Бүгін біздер осындай пирожный картошканы жасаймыз. Бізге керегі песочный печенье, какао, сары май ерітілген және де сгущенка. Ең біріншіден біз песочный печеньені осылай блендермен еземіз. Сосын оның ішіне какаоны қосып та араластырамыз. Енді ішіне сары майды қосып, қайтадан жақсы етіп араластырамыз. Сосын оның ішіне сгущенканы қосамыз және де араластырамыз. Енді осылай қолымызға 2 ас қасықты салып, осылай картошканың формасын жасаймыз. Міне біздерде осындай өте тәтті пирожный картошка шығады.